Қара шал, қара сөмке. Әңгіменің авторы Сәуле Досжан. Терезе алдында төрт көшенің қиылысындағы тіршілікті тамашалап тұрған жеткіншек кенет артына бұрылып, «Атам келе жатыр!» деп бар даусымен айқайлап айқара пердені сырылдатып жаба қойды. Оның үнінде атасының келе жатқанына қуаныш емес, қайта үрей аралас қорқыныш, тіпті үйдегілерді сақтандыру басым болатын. Ұлының жан дауысын ести сала асханада жүрген анасы сыртқы есікке жүгірді. Әшейінде іркілдеген денесін әрең егеріп аяғын санап басатын әйел бұл жолы құстай ұшып барып дарбазаның кілтін жанталаса бұрап жіберді. Сыртқы қақпаның жабық екеніне көзін жеткізді. «Уф!» деп жан шақырып қос бүйірін таянып біраз тыңдағандай елеңдеп тұрды. Денесін тырсылдатып бойындағы қуатын қысып тұрған көк көйлегі енді бір терең тыныс алса бой-бой болып сөгіле жөнелетіндей. Резеңкемен төбесіне жинай салған қара мен сарысы аралас шаш сүйінші сұрағандай желке тұсынан жан-жаққа шашырап тұр. Қасы да шашпен жарысып қабағының үстінде едірейеді. Үйлеріне ақсақал емес, алапат бір сұмдық келе жатқандай, тасырлата үйге кіргенде пердеден сығалап тұрған баласын көріп, «Тәйтөре, неғып жабысып қалдың терезеге?» деп шаңқ ете түсті. Анасының ащы дауысынан шошып кеткен бала қолын пердеден жұлып алды да, «Атам қақпаның алдында тұр», деді жанарына үрей ұялап. «Тұра берсін, біз жоқ деп ойлап кетіп қалады», деді әйел. Есіктің қоңырауы жан ұшыра шырылдап қоя берді. Жасөспірім селк ете түсті де көзі бақырайып анасына қарады. «Ашыңдар, балаларым, ашыңдар, әкелерің келді», деп жатқандай. Қоңыраумен бірге баланың да жүрегі шырылдай жөнелді. Есікке қарай жүгіріп барып аша қояйын десе анасынан батпайды. Әйел болса түк естімегендей ас үйде ыдыстарын салдырлатып ас әзірлеу қызығына кірісіп кеткен. Ұзақ шырылдап барып қоңырау үні өшті. Бала пердеден сығалап сыртқа тағы қарады. Қолында дәу қара сөмкесі бар қарт жол жиегіндегі сәкіге барып жайғасты. «Апам неге атамды үйге кіргізбейді?» деп ойлады Тайтөре. Аяғын санап басып асханаға келді. «Апа, атамды неге кіргізбейсіз?» деді анасына жасқаншақтай қарап. «Былтыр ала жаздай біздікінде жүрді ғой, биыл басқа балаларына барсын», деді әйел тепсініп. Қайын атасының есік алдына келіп тұрғанына ыдыстар кінәлі болып жан-жаққа ұшып жатыр. «Олар да кіргізбей қойса ше?» Бала қорқақтай сұрады. «Өзінен көрсін, ол қайда қонады енді?» «Әжеңе барсын, әжем де кіргізбей қойса ше?» «Кетшей, мейімді ашытпай. Ешкім кіргізбесе неге біз кіргізуіміз керек? Не қақылдап менің жанымда тұрсың, бар, сабағыңды оқы», деп қолын сермеп қалған әйел салып жіберетіндей ұлына тап берді. Анасынан жасқанған бала өз бөлмесіне қарай сыта жөнелді. Тайтөре атасымен өткізген былтырғы жазды сағынышпен есіне алды. Атасы немерелерімен сөйлескенді жақсы көретін, әрқайсысының жүзіне сүйсіне қарап отырып, әкелерінің солардың жасындағы тәтті қылықтарын, қызықты оқиғаларынан сыр шертіп беретін. Жұмыстан оралған әкесі де өз әкесінің жанына жантая кетіп, өткен-кеткеннен әңгіме сапыратын. Сонда атасы әкесінің бала кезін сағынама екен деп ойлайтын Тайтөре. Атасы екеуі жеміс ағаштарына шелектеп су құятын. Бақшаға атасы отырғызған картопты түптеп, қызанақ қияр қырыққабатта суарып, ертесіне жұмсаған топырақтағы арам шөптерді отайтын. Алғашқы піскен жемістер мен көкөністердің қуанышын айтсаңшы, ерте оянатын үлкен кісі бақшадан жеміс пен көкөністерді теріп асханаға әкеліп жуып қоятын. Ауладағы гүлдерді де керемет баптайтын. Піскен жеміс пен көкөністен алдымен немерелеріне ауыз тигізетін. Өзінен үлкен ағасы мен әпкесі университеттегі оқуларынан жазғы демалысқа шыға сала тіл үйрену деген саяхатпен шетел асып кететін. Әке шешесі болса жұмыстан босамайтын. Таңертең кетіп қас қарая Алматының кептелісінен өздері айтпақшы иттей болып оралатын. Атасымен батырлар жырын, адамзаттың асыл тәжі, ағаш бесіктен жер бесікке деген кітаптарды оқыды. 6 сыныпты бітірген Тайтөре үшін бұл кітаптардың мағынасын түсіну оңай болмады.
Атасы болса әр сөйлемді талдап оқытып миына құйып беретін. Ең кереметі, атасының түсіндіргені ешқашан ұмытылған емес. Жаздай кітап оқығанының пайдасы сол. Күзде сабақ басталғанда ұстазы: «Тайтөре, сенің есте сақтау қабілетің жоғарылап, мазмұндауың жақсарыпты», деп баға берді. Сабақ басталғанда атасы қаланың сыртындағы үлкен ұлының үйіне тұруға кетті. Күзде үйлеріне әжесі келді. Өзі айтқандай қыстап шығуға. Бірақ ол кісі теледидардан түріктің сериалдарын көруден босамайтын. Таңертеңнен жатар орынға дейін біреуі бітсе екіншісі басталатын сабынды сериалдардан ол кісінің немересіне артылатын уақыты болмайтын. Тіпті анасы да: «Сенің шешең осы үйге теледидар көру үшін ғана келеді. Ең болмаса мұздатқыштан шығарып қойған етті қазанға салып қоюды білмейді әйел болып», деп әкесіне табалап отыратын. Үлкен кісі болған соң ұлының үйінде демалсын, теледидарын көрсін, ұйықтасын, деп әкесі өз анасын ақтайтын. «Неге осы сенің әке-шешең өз қара шаңырақтарында бірге отырмайды? Төрінен көрі жақын кезде екеуі екі бөлек балаларын жағалап жүреді. Ол үйде Барысқан отырған жоқ па?» деп әкесі күңкілдейді. «Барысқан отырса, ол кенже. Қазақта қара шаңырақта кенжебай отырады қарттарын бағып. Біздің қарттар екеуі екі бөлек жүр, ажырасып кеткендерге ұқсап», деп қояр емес. «Қойсаңшы сен де, барса өз балаларына барады да. Апам анау, қыздарым жаныма жайлы, тамағым дайын, шалдан құлағым тыныш деп күйеу балаларының босағасында жүр. Қазақта ұлы жоқ, бай жоқ, қатындар ғана күйеу баланың есігін сағалаған. Оларда біреудің кемпірін жақтырады дейсің бе? Қарындастарыңнан қорыққандарынан ғана сыйғызып жүр енелерін. Намысы бар аналар сүйегім өз босағымнан шықсын демей ме? Шалы жоқ болса екен, Құдай қосқан қосағын қаңғытып». Отанасы осылай бір от алып кетсе тоқтауы қиын. Әйелінің мінезін жақсы білетін Жолдасбай бұндайда үндемей құтылатын. Үндегенде не десін, әйелінің айтып отырғаны жөн. Жолдасбай Қонысбек ақсақалдың тұңғышы. Бүгінде 2-3 баланың әкесі. «Балам балалы болғанда білесің» дегендей, әкесінің 3 жылдың ортасында көшіп қонып жүргені жанына батпайды деймісің? Батады. Тіпті намыстан жарылып кете жаздайды. Әкесінің қара сөмкесін арқалап келе жатқанын көргеннен ұлдарының отбасындағыларының зәрезап болатындарын да біледі. Қаладағы ұлдардың ешқайсысы да әйелдеріне «менің атанамды бағуға міндеттісің» деп айтуға жарамады. Келін деген әуел бастан ақ босаға аттағаннан ақ ене бауырына басып, өз әулетінің тәртібіне үйретіп, тәлімін сіңірмеген соң осылай жатбауыр болып кете мекен. Бұлардың атанасы ұлдарына өздері айтқандай қатын әпердім, міндетімнен құтылдым дейді де жас жұбайларды қол ұстатып қалаға жіберетін. Ата-анасының бауырынан енді шыққан бой жеткен мен бозбаланың алдағы өмірі не болады, олар қалай күн көреді, қайда тұрады, не ішіп, не жейді дегенді ойламаған-ау сірә. Ағайынның басын қосып бір тойын жасап, келіннің бетін ашып, некелерін қиып заңдастырдық, болды. Енді өз күндерін өзі көрсін деп ноқталарын сыпырып алып қоя береді жастарды, бір-бірін сүйгендері үшін жазалағандай. Жоғары білім алғандарының курстастары бар, жұмысқа алынғаны бар, солардан ақыл сұрап, ел қатарлы шаңырақ көтеріп жол тауып кетті. Ал медициналық училище бітірген қыздың соңынан келген Жолдасбайдың қалада көрмеген сұмдығы жоқ. Әскерден ақ билет алып қалған жігіттің мамандығы да жоқ еді. Ауылға құдашасының тойына келген қызбен танысып, өзінен 2-3 жас үлкен болса да соңынан қалмай жүріп, әкесінің қара шаңырағына кіргізген. Үйленген бетте ауылда жұмыс жоқ, қол ұстасып қалаларыңа кетіңдер деп бөлік шығарған. Содан Маржан екеуі ерлі-зайыпты болып қалаға келді. Медбике қыздың досының пәтеріне қонып шықты алғашқы түні. Ертесіне жетім бұрыш дегенге барып баспана іздеді. Татарка деген жақтан бір орыс кемпірдің жаман үйінің жартысында қоржын бөлмені жалдады. Маржанның шерлес жігіттерімен танысып, соларға жезде болып жүріп, сантехник деген ата-бабасы естіп көрмеген бір мамандықты игерді. Өз ауылынан келген жігіттер құрылысқа шақырған, оған әйелі жібермеді. Былтыр бір жігіт 3-ші қабаттан құлап өлді. Тимей жатып жесір қалатын жайым жоқ. Қалада сантехник, механик дегеннің бәрі орыстар, жұмысы рахат.
айлықтары да жақсы. Құрылысшылар сияқты ауыр тасы беліне шойырылып, не аязда суық тиіп өкпесі қабынып кетпейді. Сантехниктен жақсысы жоқ. Тыныш үйдің ішінде құбырын тазалап суын ағызып жүресің. Алдымен курсын оқып біраз үйреніп ал, аурухананың бастығына жол тауып жұмысқа тұрып аласың, деді бір-екі итжейдені бұрын тоздырған Хотуна. Әні міне әке болғалы отырып қайтып әйелін тыңдамасын. Курсында оқыды, бажаларының жанында жүріп жұмыстың әдісінде үйренді. Маржан көп ұзамай жолын тауып өзі істейтін ауруханаға сантехник етіп кіргізді. Облыстық аурухана қаланың шет жағында еді, маңайынан сатылатын жерде шығып қалды. Пысық әйелі ойға қырға қарызданып жүріп сол жерді сатып алды. Содан бастап Жолдасбайдың жалғыз жанына тыныштық болмады. Сантехник болғаны мұндай жақсы болар ма? Жанындағы әріптестерімен, бажаларымен асарлатып жүріп, үйінің төбесінен су өтпейтіндей болғанда, есік терезесін түгендеп ішіне кіріп те алды. Қара шабаданмен келген еді, ел ордасында қара шаңырағы болды. Екі ұл бір қызды қоса берді жомарт Алла. Біреуден артық, біреуден кем бес биенің сабасындай бәйбішесінің басқаруымен жүріп жатыр. Әйімқан бәйбіше, қартайғанда шалдан шаршадым. Қыз күтім, ұл түтін деген рас екен. Атамнан қалған шаңырақты түтететін кенжебай бар. Енді жанымды күтуге қыздарым жақсы екен, солардың қолына барамын, деп өнер шығарып, жарты ғасыр отандасқан қара шалын ұл мен келінге тастап, сүйретпелі көк шабаданға еріп үйден кетіп тынды. Қазақта жалғыз әке 10 баланы бағады, 10 бала жабылып, бір әкені баға алмайды деген сөз бар еді. Соның шындық екенін Қонысбектің ұлдары дәлелдеді. Қара шаңырақта отырған Барысханның үйінен кемпірі қалашылап кеткен соң, бабы болмаған қария Қарашаның қақаған қара суығында қаладағы үлкен ұл Жолдасбайдікіне келген. Алғашында келіні бір жетідей жап-жақсы күтіп-ақ жүрді. Немерелері де атасын жағалап, ананы мынаны сұрап, кішкенелеріне тәтті сусындар мен пешенелер әперіп жүрген соң маңайынан шықпайтын. Тіпті келінінің көңілі түсіп, бәйбішесін үлкен қыз күйеуімен қосып үйіне де шақырды. Жарты жылдай көрмеген құдай қосқан қосағын сағынып-ақ қалыпты. Дастархан басында арқа-жарқа болып отырды. Жолдасбай сөз арасында: "Апа, күйеу балаңыздың жайлауында жатсыңыз жарасты. Енді көкеммен қол ұстасып елге қайтсаңыздар жақсы болар еді. Ауылға барып, күнде қыдырып соғымбасы жеп қыстап келсеңіздерші", деп ақсақалдың жанына жағатын әңгіме бастап еді. Қартайғанда қылық шығарған бәйбішесі: "Жолдасбай, мені сенің қатының бағып отырған жоқ қой. Жаныма жайлы жерді өзім білем. Қыстаймын ба, жылдап жатам ба, не жұмысың бар? Әкеңді ауырсынсаң, ауылға апарып таста. Мен бармаймын. Сол-ақ жесін соғымбасын", деп бала-шағаның алдында Қонекеңнің абыройын айрандай төкті. "Апа, сізге не болсушы? Үлкен кісілер деген бірге ауылда тұрмаушы ма еді?" деп үлкен келін енесіне ескерту жасап тастады. "Ауылды ауылдағыларға бердім. Жанның рахатын енді білдім. Бармаймын дедім, бармаймын", деп Әйімқан кемпір тепсінді. Әп-әдемі отырыстың шырқы бұзылды. Қонысбай қария сол жолы бәйбішесіне: "Қой, мұның не? Жер ортасынан ауғанда қосағыңнан жеріп 6 ай жас қызыңның үйінде жаттың. Енді құдалардан ұятты, есің барда еліңді тап" деген. Елге кетейік деуге жарамады. Жасынан әйелінің айтқанына шықпай 4 ұл 2 қызының анасы ғой. Қашанда соныкі дұрыс деп қалыптасып қалған әдетінен аса алмады. Ет желініп шай ішілген соң, бәйбішесі артына қайырылмай, қосағының көзін көкшитіп, қыз бен күйеуге еріп кете барды. Қонысбай ақсақалдың сол күннен бастап үлкен үйден де күйі кетті. Ұлы күні түні жұмыста, келіннің қабағы салқын. Немерелер де әр қайсысы өзімен өзі. 2 миллионнан астам халқы бар мегаполистен жаны ұғар бір жан таппай, қара теледидардың алдында қамалды да қалды. Қыс шығып, көктем туды. Бірде ұлдың өзі: "Әке, қыстап шықтыңыз, енді елге барып, қара шаңырағыңыздың әулесіндегі жеміс-жидегіңіз бен бақшасындағы көгергендеріңізді ермек етпейсіз бе? Кемпіріңізді де ала кетіңіз, рахаттанып болған шығар, күйеу балада демалсын қарттардан", деп ойын жұқалап жеткізді. Екеуі көктемнің бір әдемі күнінде есік алдындағы сәкіде отыр еді.
баласы негізгі ойын айтып болды да ақырын жылжып орнынан тұрып кетті. Ұлы үйге кіріп кеткен соң Қонысбек ақсақал шоқша сақалын салалап, көңілі жасып, орнына жабысып қалғандай отыра берді. Жаңағы сөзден кейін ауылға қара шаңырағына кетпесе болмасын түсінді. Өзінің маңдай терімен салған үйі ғой, барса бір бұрыш бұйырар, бірақ кемпірі бір жақта, өзі бір жақта жүргендерінен ағайынның алдында жер болатын. Әйтеуір қалада болса елге, кемпір екеуміз қаладағы балалардамыз ғой дей салатын. Екеуінің екі бөлек жүргенін кім тексеріп жатыр дейсің? Егер ана қырсық қатын келіссе қазір кетер еді қолынан жетектеп алып. Енді амал жоқ, көктемнің күні жылға азық деген, азығымызды дайындап алуға келіп қалдым деп ауылға қайтуға бел буды. Күн жексенбі еді. Мұндайда үйдегілер өздеріне демалыс жариялап түске тұрмыса бірақ өретін. Қонысбек қария тозығы жеткен күмәжнігінің түбінде қалған Абай мен Құрманғазы бабасының суреті бар теңгелерді санап көрді. Елге барғанша жолға жететініне көзі жеткен соң, саяхатқа қарай қара сөмкесін иығына іліп алып жаяулап тартты. Күн ұясына қонғанша бір көліктен екіншісіне ауысып жүріп, туған жеріне, қара шаңырағына, кенже ұлдың қолына жетті ғой. Келіні сәлем салып қарсы алғанымен қабағы қытымырлау екен. Немерелері атасының келгеніне қуанысып құшақтарын жайды. Содан ауылдың абыр-сабырына араласып көктем өтті, жайнаған жазда кетті. Елден ұят шығар, кемпірімді тауып алайын деп, күздің қара суығында дірдек қағып Қоныс екен қалаға тағы тартты. Бұл жолы ортаншы ұл Бақбергендікіне бет алды. Ол үлкен ұл сияқты кең үйде емес, қаланың ортасында зәулім үйде тұрады. Әйнектері күн сәулесімен шағылысқан 20 қабатты үйде әр отбасы тауықтың күркесіне ұқсаған қуыс-қуыс бөлмелерде өмір сүріп жатыр. Ұлының пәтері 5-ші қабатта екенін білетін, шетел сатыға мінсем бірдеңесін дұрыс баспай қыстырылып қалармын деп қорқып, сөмкесін иығына іліп алып, жаяулап баспалдақпен ілделеп көтерілді. 3 түйме алып ұлының босағасына жетті-ау. Қоңырауды басты. 3 рет сарылдағанда барып келінінің ай жүзі көрінді. «Көке, сәлеметсіз бе?» деді майысып. «Ой, балаларым, қалайсыңдар?» деп үлкен кісі қалбаңдап кіріп, қара сөмкесін қайда қоярын білмей дағдарып қалды. Әйгілі қара сөмкені көргеннен айдидарлы келіннің қабағы тыржиды. «Мұнда қойыңыз», деп киім астындағы қуысты меңзеді де, желеңі сүйретіліп кете барды. Қария сөмкесін 3 бүктеп сонда тықты. Аяқ киімін де соның астында тізіліп тұрғандардың қасына жайғастырды да, бірнеше есіктің қайсысына кірерін білмей абдырап қалды. «Көке, мұнда келіңіз», деп мың жасағыр келіні төбесін көрсетті. Аяғын санап басып, төрдегі диванның шетіне барып, қою мұңның құшағына көміліп отырды. Үйдегі тіреліп тұрған жиһаз бен жерде жатқан қызылала кілемдерге көз тоқтатты. Қарсы алдындағы қабырғаның жартысын теледидар алып тұр. Өшіріп қойған ба, үні жоқ, тек бетінде әлдебір табиғат тамашаларын көрсетіп жатыр. Ол жұмыста шығар, балалар қайда екен, деп ойлап қойды. Қадалып отырған соң белі шаршаған қария диванның бір жастығын басына қойып жантайды. Шарасыздығына күйініп, көңілі нілдей бұзылып, жанарын жұмды. Көзі ілініп кетіпті. Абыр-дабырдан ұянды. Ұлы мен балалардың дауысы шығып жатыр. «О, көке, жас жайлы болсын, ассалаумағалейкум», деп Бақбергені екі қолын ұсынып жанына келді. Қолын алған соң, «Қашан келдіңіз?» деді. «Біраз болды, ұйықтап кетіппін», деді шынын айтып. «Айғанша, әкейге әлі шай бермегенбісің?» деп дауыстап ас үй жаққа тартты. «Қарасам, көкем ұйықтап қалыпты, шаршап келді ғой деп сендерді күттік», деп келіні ақталып жатқаны естіліп тұр. Сол келгеннен 2 айға жуық жатқан қарияның санасы сан-саққа жүгіріп, ойы оңға бөлініп, мазасы кетті. Содан күндердің күнінде ақсақалдың ойына бір қулық түсті. Ана кемпірі елге қайтпақ түгілі қалаға келіп жатқан қара шалының қалін сұрамайды. Ерегіскенде қайтсем де сені елге алып қайтам, деп тістенген қария бір күні демалыста үйде жатқан ұлымен сырласты. «Соңғы күндері атанам түсіме көп кіріп жүр. Шайтан болып кетпесем де әкемнің жасынан астым. Әй, маған да көп қалмады-ау деймін. Ана шешеңді шақыр,
Қыз бен күйеуді, ағаңды отбасымен қосып отырып ақылдасып, шешелеріңді маған зорлап қосып көлігіңмен ауылға апарып таста. Мен өлгеннен кейін де жаным бағып қыздарын жағалар, тірі тұрғанымда әйелімді күйеудің есігіне телміртіп өзім балаларға сүйкімсіз болып жүрер жайым жоқ, деді. Дауысын дірілдетіңкіреп, тақыр басын қайта-қайта күректей қолдарымен сипалап отырып айтып шықты. Әй, маған да көп қалмады-ау деймін дегенінен секем алды ма, жанында жастығын құшақтап бейғам жатқан ұлы денесін көтеріп тіктелді. Бір уыс бетінің терісі албар-шалбар болып, азып-тозып кеткен әке деген мына қара шалға қандай тоқтам айтсам болар екен дегендей біраз үндемей отырды. Тамағын бір кенеп алып, көке, ол кісіге бізде айтпады деймісіз? Деді, өзі де анасына сөзін өткізе алмаған шарасыз халін танытып. Әй, не байды, не өзімен қатар есейіп қалған балаларды тыңдамайтын ол қандай ессіз қатын болды. Қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым деген осы екен ғой. Өзімнің және сендердің өмірімізге қандай болса да, мен қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Ал апаңа еш нәрсе жасай алар емеспін. Енді осыған өзімді кінәлап жүрмін. Базардан қайтып бара жатқандағы менің басты уайымым осы болып тұр. Алда қанша өмірім қалды, соны кемпіріммен бірге өткізуім керек. Ал балалар, әке шешелеріңнің бір болуы үшін қолдан келгенді аямаңдар. Кәрі қойдың жасындай жасым қалып, төрімнен көрім жуық болып қалғанда мені жетім шал етпеңдер. Өстіп, екі ортада қаңғып жүріп екеуміз де өліп қалсақ не болады? Өле қалсам, қара шаңырағымнан шығарыңдар. Ана ақмақ кемпірді жаныма жерлеңдер уақыты келгенде. Сендерге айтар аманатым осы, деп ұлына басып-басып сөйлеп тапсырма берді де қатты күрсінді. Қорбаңдап жүріп өзі жататын диванның астындағы тартпадан ақ жаймасын шығарды. Әкесінің сөзінен шошыған ұлы состиып тұрып қалды. Бір кезде есін жиып жастыққа жармасты көмектеспек болып. Ұлының қолын қағып жіберген қарт үн-түнсіз төсегіне қисайды. Қабағын кіржитті де оң жағына қарай аунады. Әкесін жайғастырып қайырлы түн тілеген Бақберген өзінің жатын бөлмесіне беттеді. Енді ортаншы ұлдың ұйқысы қашты. Елдегілердің тауықпен таласып тұратынын білетін Бақберген Тәңіртаудың басына Күнсұлудың кірпіктерінің найзасы шаншылғаннан қара телефонға жармасты. Аға, Бақан аға, деп ар жақтан Барысқанның барылдаған дауысы шықты. Барысқан, қалайсыңдар? Жақсымыз аға, не болды таң атпастан, тыныштық па? Көкем мен апам қалай, деп інісі бастырмалатып жатыр. Бізде де жаман емес. Әй, последний патрон, мында көкең қара шаңырағыма кетем, бәйбішемді алып деп шатақ шығарып жатыр, деп бастады әңгімесін. Баланың кенжесі болған соң ағалары Барысқанды последний патрон деп еркелететін. Жіберіңіздер, неменеге қарттарды қалаға байлап отырсыздар? Мен де мына ауылдағылар сұраса ұялып жүрмін үйге сыйғызбағандай, деп Барысқанда шынын ақтарды ағасына. Ана апам ғой, қала жайлы, қызым жайлы деп жүрген, деді Бақберген. Сөйтіп жүріп күйеу баланың босағасында өлді деп сүйекке таңба болмасын, деп есейіп қалғанын білдірді кенже ұл. Иә, көкеңді солай деп ашуланып отыр. Әй, Кенжебай, көкем кеше асқазаныма ас батпай жүр деп мені қорқытты. Осында доғдырға қаратайық десем, қара шаңырағыма жеткізіңдер, кемпіріммен деп басын ауылға бұрып алған. Бой берер емес. Дұрыс айтады, ертең өзім барып алып қайтамын, деді Барысқан. Сен қоя тұр, ана құдалармен қосып үйге шақырып, апама табыстырып, жөкеңнің балаларын сүйгізіп, өзім жеткізіп саламын. Мейлің білсін, онда соғымды көкем келген соң бата жасатып сойғызамын, деп Кенжебай ақтарылды. Ағайынды жолдаспай мен Бақберген, қатын бала-шағалары мен қарындастары күйеу балалары мен құда-құдағи бар бәрі бас қосып, аналары мен әкелерін ортаға алып, алдымен тәтті шай ішті. Ерке кемпірді бар баласы жабылып, икемге келтіріп, 50 жылғы өмірлік қосағына қосып, ауылға жеткізіп салды. Мақсаты орындалған Қонысбай ақсақал өзі ойлап тапқан қулығына қуанып, қутыңдап жүр. Сені асып бармаған жерім жоқ. Қара сөмкесін көтеріп ана қақбас тағы келе жатыр дегенді де естірттің. Бар бәле, сенімен кетсін. Енді қара шаңырағымда қара кемпірім мен бала шағама бас көз болып ағайынның ортасында ардақталып жүруге жазсын, деп өзіне өзі бата беріп, Қытайдың қара сөмкесін
дәу қазанның астында лаулап жанған отқа аты бұрды. Әңгіменің соңы. Қазақша контентті қолдап каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.